Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 43-ші сабақ. Қызықты балалық шақ. Оқушылар, біз бұл мәтінде ақын жазушы Шөмішбай Сариев деген атамыздың балалық шағы туралы білетін боламыз. Бұл әңгімені сол ақын кісі өзі жазған. Балалық шаққа саяхат. Шіркін, бұл балалық шақта не болмады? Біздің ауыл құмға өте бай еді. Көлдің жиегінде аппақ құмдар бар еді. Ол жерде адыраспан көп өсетін еді. Балалар құмның арасында сол адыраспанды паналап, тығылып, жасырынбақ ойнайды. Құмда жүретін улы жыландардан қорықпаймыз. Улы жылан құмның астына кіріп шығып жүреді. Ал судағы уы жоқ шақпайтын жыланды қолымызбен ұстап ойнаймыз. Біздің ауылдың түйелері көлде жүріп пішен жейтін еді. Бір күні көлдің ортасына барып қармақ салдым. Ондағы ойым балықты көп ұстаймын деп ойладым. Бірақ қуанышым көпке созылған жоқ. Енді ғана қармақ салып, балықтың түсуін күтіп отыр едім. Кенет аяқ астынан қатты жел соқты. Сөйтіп, желден қайығым аударылып кетті. Ал өзім болсам, суға батып кете жаздадым. Судың бетінде қарманып, жанталастым. Сол кезде бір түйе жүзіп келді. Сөйтсем, ол маған көмекке келген екен. Мен сол кезде түйеге жармастым. Сөйтіп түйенің өркешіне мініп алдым. Түйе мені жағаға алып шықты. Сонда түйенің адам баласына бауырмал жануар екеніне көзім жетті. Міне, менің балалық шағым қызықтарға толы көгілдір көлде өтті. Менің балалық шағым сол көлдің жағалауында, сол аралдарда, сол жолдарда қалды. Қандай әсерлі әңгіме, е? Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.